жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Біләл Хабаши. Бірде Әзірет Әбу Бәкір мен Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам Меккенің сыртындағы бір жерде намаз оқып аяттарды талқылап отырған. Кенет олардың қасына қой бағып жүрген Біләл Хабаши келеді. Әңгіме дүкен құрған екеудің жүзінен нұр тамып, күндей жарқырап тұруы қай адамды болмасын өзіне баурап алатын. Біләл да ерекше жаратылған абзал жанды сонадайдан байқап шүйіркелесіп әңгіме айтқысы келді. Қастарына жақындаудың амалын жасап, бір кесе сүт сауып апарады. Хақ діннің шамшырағы көкірегінде лаулай бастағандай айрықша сезімге бөленеді. Бұның хақ жолы екенін салған жерден ұғады. Қаншама азат, білімді, дәулетті кісілер иманға қол жеткізе алмай жатқанда қой бағып, жалшылықта жүрген Әзірет Біләл осылайша исламға бет бұрады. Әзірет Біләл басы азат болмаса да мұсылманшылық ғибадаттарын орындай бастайды. Мүшіріктер Біләлдің тұла бойындағы тың өзгерісті байқап, оны қатаң бақылауға алуды ұйғарады. Бір күні Біләлдің қағбадағы пұттарға дөрекілік жасап, оларға тіл тигізгенін естиді. Өздерінің босағасында бағынышты күй кешкен құлдың өз қожайыны табынып, тағзым ететін ағаштар мен тастар туралы аузына келгенін айтуы сөзсіз меккелік атқамінерлердің ызасын туғызады. Олар Біләлдің қожайыны Умайя ибн Халафты құлын жазалау үшін айдап салуға тырысады. Алайда қожайыны Біләл үшін басын қатерге тіккісі келмейді. Жауапкершілікті жаны сүймейтіндіктен басын қатырмастан, құлымды қолдарыңа тапсырдым, алып кетіп қалағандарыңды істеңдер деп қолын бірақ сілтейді. Осылайша Біләлдің билігі Әбу Жахилдің қолына өтеді. Олар Біләлді ислам дінінен бас тартқызу үшін жапан далаға апарып, ыстық құмға жатқызып, үстіне ауыр тас бастырып, адам төзгісіз азаппен қинайды. Әбу Жахил мұсылмандарға әу бастан тісін қайрап, әзер шыдап жүрген. Сондықтан Әзірет Біләлға адам төзгісіз зорлық-зомбылық көрсете отырып, мұсылмандардан ала алмай жүрген кегін осы Біләлдан алады. Әбу Жахил қожайынға тән жауапкершілік пен қамқорлықтан ада, дөрекі адам болатын. Әсіресе жалаңаяқ жаман құлдың қожайынының сенімін таптап, дұшпан жағына өтіп кетуі шамына қатты тигенді. Құл деген аты болмаса, ол да өзі секілді адам баласы емес пе? Бірақ Әбу Жахил мұны ұқпады. Аптаған ыстықта Әзірет Біләлдің денесін күнге күйдіріп, ит қорлық көрсетті. Әбден зорлыққан Біләлдің сөйлеуге де шамасы келмей жалғыз ауыз сөзді қайталап ахат ахат дей берді. Ислам дінінің негіздерін шама шарқынша меңгерген Әзірет Біләлдің о дүние туралы түсінігі нық болатын. Өмір бойы қожайынының қамшысынан арқасы қан жоса болғанша мәңгілік тыныштыққа қауышуды ойлап, тістеніп барынша шыдап бақты. Мұндай итқорлықпен өмір сүргенше абыроймен өлмекке бекінді. Әбу Жахилдің жендеттері қары талғанша төмпештегенімен Біләл өз дегенінен қайтпады. Оны берік ұстанған хақ жолынан өлімнің өзі қайтара алмас еді. Басқа дінге өтіп кеткен құлды азаптау көптің ойыны мен ермегіне айналды. Құрайш мүшриктері исламға деген бүкіл ашуын Әзірет Біләлдан алуды көздеп, керек десеңіз мойнына салбыратып жіп байлап, балалардың қолына берді. Олар оны Меккенің тау-тасымен байлап, жапан даласымен әрі-бері сүйреуден тынбады. Алла құлым, ал Расулы үмбетім деген Әзірет Біләл осылайша зеріккен бала-шағаның ермегіне айналып кете барды. Сірә Әзірет Біләлдің көрген азабы мен тартқан қорлығын суреттеп беруге ешкімнің шыдамы жетпес. Шөл далада жалаң аяқ жүріп, ыстық құмға табан күйдірмей, ол көрген азапты бастан өткермей, Біләлді түсіну, ұғыну және оның қадір-қасиетін толық сезіну әсте мүмкін емес. Меккеде Біләлдің ахат-ахат деп ыңырсыған даусын естімеген жан қалмады. Алайда тұла бойын ашу кернеп, жүздері ызғар шашқан Умайя мен Әбу Жахилдің ымыраға келер түрі байқалмады. Қан жоса боп жатқан бейшара құлдың жан алардай жағасына жармасқан жендеттерді көріп, осынау қорлыққа бейжай қарай алмаған Әзірет Әбу Бәкір бүгін болмаса әйтеуір бір күні түгесер
байлығын алла разылығына айырбастауға бекініп, мүшриктердің жанына келеді. Біләлді азаптан құтқару әрі Расулалланы қуанту үшін. Адам баласын осыншалықты азапқа салуға бола ма екен деп Біләлді сатып алып басына азаттық береді. Осылайша Әзірет Біләл исі мұсылман баласына өнеге боларлық төзімділігі мен Алла елшісіне деген сүйіспеншілігінің арқасында бас бостандығына қол жеткізеді. Бәлкім, Үмәйяның бітпес шаруасын атқарып, айдауына көніп жүре бергенде өмір бақи құл болып өтер ме еді, кім білсін. Енді міне Алла елшісіне азат кісі ретінде адал қызмет ететін абзал жанға айналып, хақ жолында аянбай тер төкпек. Хабаттың алашағы. Осы кезеңде өзінің мұсылман екен ашық айтқан адамның басына түрлі қауіп-қатер төнетін. Сондықтан мына 7 кісіден басқа барлық мұсылмандар исламды қабылдағанын Құрайш мүшриктерінен жасыруға мәжбүр болды. Олар Алла Расулы Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, Әзірет Абу Бәкір Аммар ибн Ясир және оның анасы Сүмәйя, Сухайб ибн Синан, Біләл Хабаши және Миқдад ибн Асвад, Хабаб ибн Арат тумысынан азат адам болатын. Бала кезінде өсіп өнген жерінде соғыс болып, барша туыстарымен бірге жау қолына түседі. Сосын Меккеде Хузаға тайпасының Үммі Әнмар деген әйеліне құлдыққа сатылып кетеді. Жаңа діннің шыққанын естісімен өзі құл болса да ізгілікті жан дүниесімен тануға талпынып, пайғамбарымызбен кездесіп, алғашқы күндер-ақ мұсылмандықты қабылдайды. Хабабтың исламға бет бұрғаны құрайыштықтардың құлағына жетеді. Құлдар бұлай тұрсын азат, дәулетті адамдардың өзіне тізесін батыра бастаған мүшриктер Хабабты да күннің аптап ыстығына күйдіріп, адам төзгісіз ауыр азаптың астына алады. Хабаб ибн Араттың Ас ибн Уайлда алашағы бар еді. Ас ибн Уайл қарызын сұрап келген Хабабқа қарызын қайтармақ түгіл, Мұхаммедке қарсы шықпайынша және оның дінін тәрк етпейінше қарызымды қайтармаймын деп дікен қағатын. Бірде әбден ызасы келген Әзірет Хабаб, сен өліп кетсең де махшар алаңында шек шүбәсіз кездесеміз. Алашағымды сол кезде де алып үлгерермін, бірақ әсте Мұхаммедке қарсы шықпаймын деп алашағын алар күнде туатынын оған ескертіп өтеді. Алайда мұндай астарлы сөзді түсіну үшін адамда ақыл мен парасат болу керек. Шайтанның шырмауынан көкірек көзі көр болған Ас ибн Уайл ақиретті ойлайтын өріден мақұрым қалғандықтан Хабабқа қарап, ақыры өлгеннен кейін қайта тіріледі екенбіз, қарызымызды сол күні қайтарайын. Өйткені ол күні менің бірнеше балам, мыңғырған малым болады деп мазақ етеді. Осы оқиғадан соң көк күркіреп, көп ұзамай Жабірейіл түседі. Ол әкелген аяттарда Алла тағала мүміндердің рухын жігерлендіріп, Ас сияқты арсыздардың болашақтағы аянышты жайы туралы баяндайды. Бәлкім Хабаб ибн Арат осынау сүйінішті хабарды естіп, сол сәт рахаттана дем алған да шығар. Алайда мына надандық жайлаған қоғамда өзіне демеу берер өзге сүйеніші болмағандықтан пайғамбарымызға барып, көрген қорлығын айтып, мұңын шақпасқа амалы қалмады. Асылында Хабаб құл болса да әр ісін шынайы беріле істейтін адал азамат болатын. Құстың ұясындай шағын ұстаханасында таң атқаннан күн батқанға дейін темір иіп, қылыш пен қалқан жасайтын. Бірақ күнделікті күйбің тіршіліктен қол үзіп, енді ғана тынығуға бет алған бойда Құрайш мүшриктерінің зорлық-зомбылығына ұшырайтын. Тіпті бірде мұсылман болғанын естіген қожайыны Хабабты соққының астына жығып, іле-шала қол-аяғын байлап, қызған темірді жалаңаш денесіне басып, есінен танып қалғанша қинайды. Хабаб жауыздардың қолынан әрең құтылып Алла Расулына мұңын шағып барады. Уа Алла елшісі, біз үшін Алладан көмек сұрамайсың ба? Қолыңды көкке жайып, біз үшін дұға етпейсің бе? Деп өзегін өртеген өтінішін жеткізеді. Өз сахабаларының осындай жан түршігерлік халін Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам да көріп, сезіп жүретін. Алайда қолдан келер шара жоқ. Бар білгені осынау сындарлы сағаттан сүрінбей өту үшін сабырлы болу қажет.
Осы оқиғадан кейін Жабірейіл әмин әкелген аяттарда сабырлық мәселесі тілге тиек етіліп, бұрынғы хақ жолына шақырушы ізгі жандардың басына түскен тауқыметті бастан өткермейінше жұмаққа кірудің оңай соқпайтыны баяндалады. Сірә Алла тағала осынау жауапты міндеттің ең алғашқы буыны саналатын сахабалардан айрықша сабырлық пен жанкештілікті талап ете отырып, оларды болашақтағы бұдан да ауыр азаптарға қарсы тұра білулері үшін қазірден дайындап жатқан болар. Осы кезде пайғамбарымыз: сендерден бұрын келген үмбеттердің ішінде де залымдардың зорлық-зомбылығынан жапа шеккендер көп болған, деп сөзін бастады да реңі өзгеріп, жабырқаулы күй кешіп, олар бар жоғы иман келтіргені үшін бастарынан темір арамен араланды, бірақ ләм-мим деместен діндерінен бас тартпай шыдап бақты. Кейбірі темір тарақтармен еттері сүйектерінен сыдырылып азапталды. Олар да сабырлық танытып хақ жолынан айнымады. Енді бірі іші от толған терең орға тірідей тасталып өртелсе де діндерінен еш таймады, деп терең күрсінді. Осыларды айтқан кезде Алла елшісі құдды өткенге сапар шегіп, бұрынғы ізгі жандардың халін өз көзімен көріп тұрғандай суреттеп баяндап берді. Аса бағалы мол нығметтің адам игілігіне оңайлықпен тарту етілмейтіні анық. Жұмақ баға жетпес қымбат қазына болса, тозақтың да өзіндік жаратылыс мақсаты бар. Біреулер бүгіннен бастап тозақтан өзіне орын дайындап жатса, мүміндер жұмақ пен Алланың дидарын көру үшін қиындыққа шыдап бағуы тиіс. Қандай сынақ болмасын, күндердің күнінде тоқтары анық. Осыны меңзеп Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам: уаллахи, Алла бұл істің соңын қайырлы етеді және өз нұрын тамамдайды. Тіпті болашақта бір әйел Алладан басқа ешкімнен қорықпай жападан жалғыз Сана шаһарынан Хадрамаут өңіріне дейін баратын заман келеді. Ендеше сендер асығыстық танытудасыңдар, деп сөзін түйіндейді. Ол кезде Сана мен Хадрамаут арасы жол торыған қарақшылардың әйел түгілі алпамсадай жігіттердің керуенін тонап, мал мүлкін туталапай ететін аймақ ретінде танылғанды. Алайда Алла Расулы айтса, сол бейбіт заманның келері сөзсіз. Міне осыны естіген Әзірет Хабаб сынды сахабалар қиын қыстау кезеңде шыдамдылық танытып, сол бір мамыржай күнді орнату үшін барынша аямай тер төгу керектігін түсінді. Жүректе қылаң берген үміт оты. Иә, бүгінгі тауқыметті күндердің ертелі кеш бітері анық. Әлі сақалдаған аяздың ызғары өтіп, шуақты көктем келеді. Айнала бақыттың нұрына бөленіп, рақымды Раббының қалауымен мамыржай заман орнайды. Бұл айнымас ақиқат. Пайғамбарымыздың Әзірет Хабабқа айтқан жұбаныш сөздерін Құран аяттары да растай түсті. Ізгіліктен надан қауым қара күшпен Алланың нұрын сөндіргісі келгенімен, Алла тағала Жабірейіл әмин арқылы кәпірлер қанша жерден жақтырмаса да Алла тағала нұрын ақыр аяғына дейін жеткізеді деген сүйінші хабар жіберіп, жапа шеккен ізгі жандардың рухын шаттандырып, еңсесін биік көтерді. Уәденің иесі Алла мен Расулалла болғандықтан, зорлық-зомбылықтан әбден қажыған мұсылмандар құдіретті сөзді көңілге демеу етіп, ерік жігерлерін қамшылай түсті. Алла мен оның Расулының әрбір сөзі айна қатесіз орындалатынына шүбәсіз сенген сахабалардың жүрегінде үміт оты тұтанды. Жабірейіл әмин жеткізген хабарда Алла тағала оларға нығмет толы мәңгілік өмірді уәде етті. Бұлағы сылдырлап, өзені толқып ағатын, жасыл бағы құлпырап, еш сарғымайтын осы бір әлемді төзімі мен шыдамды мықты жандардың мекендейтіні сүйіншіленді. Олар осынау ғажайып күндерге жету үшін емес, тек қана Алла разылығына қауышу үшін өз өміріне игілікті істі арқау етуге тас түйін бекінді. Оларда Алла разылығына бөленуден бөлек бөтен ой мен жасырын пиғыл болмады және одан басқа ешкімнен еш нәрсе күтпеді. Ізгі жандардың рухани дүниесін жігерлендіру мақсатында келген аяттарда Алла тағала бұрынғы пайғамбарлардың өмірінен
мысалдар келтіріп, шүбәсіз біз елші пайғамбарларымызға және иман еткендерге бұл дүниеде де барлық куәгерлер Алланың алдында тікесінен тік тұрып куәлікке жүретін қиямет күні де міндетті түрде жәрдем береміз дей келе, мұндай ауыртпалықтарға елші пайғамбарлардың ізбасарлары да душар болғанын және нәтижесінде кімдердің жеңіске жеткенін анық баяндайды. Сонан соң әзірет Нұх, Ибрахим, Шұғайб, Әйюб, Салих, Мұса, Иса пайғамбарлар туралы мысалдар келтіріп, олар сабырлық танытып, осы жолда Алланың көмегіне қауышып жеңіске жетті. Сендер де сабырлық танытыңдар, ертеңгі мерекеге куә боласыңдар деген хабары арқылы мұсылмандарды сабырлық танытып, бекем болуға насихаттайды. Сондай-ақ әрбір мүмін үшін сабырлық пен табандылықтың ең күшті қару екені дәріптеліп, түрлі жала мен жалғанға қарамастан еш мойымай дағуаларынан әсте бас тартпауға үгіттейді. Алла Тағала Құран аяттарында сүйікті пайғамбарына рухани дем беріп, мүміндердің көңілін орнықтыру үшін ендеше сен барынша сабыр ет, өйткені Алланың уағдасы хақ. Олай болса, осынау ақиқатқа иланбайтындар дегбіріңді қашырмасын деп сабырға шақыруын үдете түсті. Ақиқатқа иланбайтындардың дегбірін ойлап көңілге қаяу түсірудің қажеті қанша? Ең бастысы жер беті Алланың қорғауында және ол оны қалағанына береді. Аллаға қарсы шыққандардың ертелі-кеш құрдымға кететіні де ақиқат. Алла разылығын ғана көздегені үшін көпшіліктен опық жеп басын қатерге тіккен мүміндерге осынау ауыр азаптарға жасымай кәміл иманға ұмтылу керектігі айтылды. Өйткені шексіз үстемдікке жету үшін шынайы иман қажет. Сондай-ақ ұлы Алла әу бастан жер бетіндегі билікті салиқалы құлдарына аманат ететінін уәде етті. Тақуалық қашанда өз құнын жоғалтпайтын аса бағалы құндылық. Бүгінде мүміндер қандай да бір қиындыққа душар болса да, соны еңсеретін де осынау ізгі жандардың өзі болмақ. Олай болса, иман, ізгі амал және тақуалық Алланың жәрдемі мен көмегіне қауыштыратын ең басты игіліктер. Сондықтан сахабалар өзара жиналып бас қосқан сәттерінде келіңдер, біраз отырып иманымызды жаңғырта түсу үшін сұхбаттасайық деп бір-біріне насихат айтатын. Уқаз, Мажанна, Зул-Мажаз секілді әйгілі жәрмеңкелерде адамдарға ұлы жаратушыны ұлықтап, хақ діннің ұстындары жайлы уағыз айтқанда Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам: «Уа халайық, сендер де ля иляха иллалла деп ақыреттің азабынан құтылыңдар. Осы сөзбен бүкіл арабтарға үстем болыңдар. Басқа халықтар да сендерге бағынсын, сендерге құрмет көрсетсін. Егер ол күндерге жете алмай бақилық болсаңдар, жұмақ иелері өздерің боласыңдар» деп сүйіншілейтін. Мүшриктер әркез Алла Расулының сөздерін келеке етіп, мысқылдап отыратын. Бір күні Асуад ибн Әбдімүтәліп пен жолдастары әдеттегідей Алла елшісінің іс-әрекеті мен айтқан сөздерін мазақ етіп, шүйіркелесіп отырғанда, жақын маңнан бір топ сахабаның өтіп бара жатқанын көреді. Мұндай сәтті қалт жібермейтін мүшриктер сахабаларды сөзбен қағыта бастайды. «Қараңдар, Кисра мен Қайсар сарайларына билік жүргізетін жер бетінің патшалары келе жатыр» деп әжуаға басады. Сонан соң жөн жосықсыз шапалақтап, жанжал шығару үшін мүміндерді балағаттай бастайды. Алла Расулының сахабалары аузынан ақ ит кіріп, көк ит шыққан мүшриктерді тіптен көзге ілмейді. Олар үшін бәрінен бұрын Алла мен оның Расулының бұйрықтары маңызды болатын. Сондықтан көбіне мүшриктердің дөң айпатына құлақ аспай үнсіз кете беретін. Әйтсе де оларды тура жолға үгіттей алмағандарына іштей қынжылатын. Расында сахабалар бұл дүниенің қызылды-жасылды өткінші қызығына еш құмартпай, аяғына батқан әрбір тікеннің арғы өмірде өтеуі болатынына кәміл сенді. Сөйте тұра, олар әрбір ізгі амалын о дүниеде қарымын алу үшін емес,
алла разылығына бөлену үшін жасауға бекінді. Олар өздеріне уәде етілген ақырет нығметтерін бар болғаны қиын қыстау күндерде көңілге демеу беретін игілік деп біліп, қай құлшылығын болмасын шын ықыласпен атқарды. Алла құзырында осы дүниенің титімдей қадірі болғанда, кәпірлердің бұл дүниеде бір жұтым суда іше алмасын жақсы білді. Сырт қарағанда Абу Жахил, Абу Лахаб, Утба және Шайба сынды ауқатты мүшриктер жалғанды жалпағынан басып, дүние игілігіне молынан кенелгендей көрінді. Алайда олар шынайы байлықтың, нағыз нығметтің Алланың құзырында екенін еш түсінбеді. Иә, Алла тағаланың мейірімі шексіз, сондықтан жаратушының рақым қазынасынан ешқашан үміт үзбеу қажет. Кәміл иман иелері Алла мен оның Расулының болашаққа қатысты уәдесіне айрықша мән берді. Олар ертелі-кеш барша қиындықтар артта қалып, тас түнек қараңғы түндерден соң арайлап таң атып, жайма шуақ күндердің орын алатынына шек шүбәсіз иланды. Иә, күндердің күнінде сор басқан қара топыраққа нөсерлетіп ақ жауын жауып, жер беті көк бүршік жарып, жайнаған гүлзарға айналары хақ. Бұл үшін исі мұсылман баласы сол күннің шарттарына сай дұрыс әрекет етіп, сабыр деген қасиетті қаруды мейлінше тиімді пайдалану керекті. Ендеше сахабалар үшін сабырды серік етіп, хақ жолында еш тайсалмай ілгері жылжудан басқа шара қалмады. Кездескен пендені қолынан ұстап, оның иманға келуі не келмеуі бір Алланың еншісінде екенін әсте естен шығармай, ізгілікке шақырудан тынбау қажет. Онсыз да олар таблиғ міндетін жан-тәнімен адал атқарып, басқа жайттарға бас қатырмады. Міндетті түрде жаратушының жәрдемі боларына кәміл сенді. Уағыздың ашық түрде жүргізілуі. Осылайша талас-тартысты тар жол тайғақ кешудің 3 жылы артта қалды. Құрайш мүшриктерінің зорлық-зомбылығына қарамастан, исламнан хабардар етілген жандардың қарасы күн өткен сайын көбейе түсті. Тіпті Меккедегі рухани бетбұрысты аңғарған қалың қауым Алла елшісінің айтқандарын әңгімеге арқау етерліктей деңгейге жетті. Ендігі жерде тұтас жұртшылықтың назарын аудару үшін тың серпіліс қажет. Міне осы тұста Алла тағаланың Жәбірейіл әмин арқылы жеткізген жаңа аяттары жанға дауа болды. Мұнда алдымен ең жақын туыстарыңа ескерт, соңыңнан ерген мүміндерге жанашыр, кішіпейіл әрі қолқанат бол. Егер жақындарың шақыруыңа құлақ аспай, сенен сырт айналса және жаңа мұсылман болғандар ескі әдеттерінен тыйыла алмай, саған қарсы келсе, оларға мен сендердің мына істеріңнен аулақпын, мына істеріңе менің ешқандай қатысым жоқ деп айт деп әмір етілді. Бұдан былай дүйім жұртты исламға шақыру жасырын емес, жария түрде ашықтан ашық жүргізілетін болды. Осы әмірді алысымен пайғамбарымыз Әзірет Әлиді қасына шақырып, «Уа Әли, Алла маған ең жақын туыстарымнан бастап баршаны хақ жолына шақыруды бұйырды. Мен онсыз да олардың осы дағуаға иелік ететін күнін асыға күтіп жүрген едім. Оның үстіне Жәбірейіл бұйырғанын уағыздай бер. Уаллахи, мен сені қолдаймын, бірақ Әбдімүтәліптің дінінен басқа сенімді қабылдағым келмейді деп інісінің ұстанған дініне сенбесе де, оған қолдау көрсететінін анық білдірді. Әбутәліптің бұл жауабына Әбу Лахаб одан сайын ызаланып, ел іші бүлініп, үй ішінен үй тікті деген осы болар. Ел жұрт оның дініне өтіп кетпей тұрғанда Мұхаммедті тыйып тастамасқа болмас, деп зәрін шаша ақырды. Әбу Лахаб 40 есекке жүк болар қырсықтығынан бір елі бас тартпай, пайғамбарымызды балағаттап қарсы шығуын тоқтатпады. Ал Әбутәліп болса Алла Расулына демеу көрсетіп, немере інісін қорғаштаудан танбады. Іс насырға шаптау дегенде соңғы сөзді Әбутәліп алып, «Уаллахи, көзім тірі тұрғанда Мұхаммедке ешкімнің саусағының ұшы да тимейді» деп Әбу Лахаб сындылардың аузына құм құйды. Әбдімүтәліп
әулетіндегі ең беделді кісі болғандықтан ешкім оған қарсы шыға алмады. Бірақ жиналған көпшіліктің басым бөлігі іштей әбутәліпке кіжініп, оның бұл әрекетін құптаған жоқ. Қалай құптамақ? Олардың ойынша әбутәліптің мына қылығы ел арасында бүлік шығарып жүрген інісін одан бетер құлшындыра түсері анық. Немере інісіне қолдау көрсетемін деп барша жұртты өзіне жау етуден де тайсалар емес. Ел-жұрттың күбір-сыбырына, өсек-аяңына қарамастан әбутәліп немере інісін қорғауға тас түйін бекінді. әбутәліптің өздерімен санаспай өз алдына шешім қабылдағанына ызаланған Құрайыштың бір топ бетке ұстарлары сол күні-ақ әбутәліпке шағым айтып барады. Әй әбутәліп, сенің немере інің біздің тәңірлеріміз туралы сұмдық сөздер айтып жүр, ел ішіне ірткі салып, жұрттың берекесін кетіруде. Ол біздің діни сенімімізді табан асты етіп, ел ағаларын жазғыратын көрінеді. Ата-бабаларымыздың бәрін адасқандар деп күстаналайды екен. Сен Мұхаммедті осы істен өзің бас тартқызасың, я болмаса мәселені өз арамызда шешу үшін оны бізге қалдырасың. әбутәліп бауырынан аманат қылып қалып, жетім өскен жалғыз тұяқ немере інісін көзін қан торлаған аш қасқырдай азулы қаскөйлердің ортасында қалдырмауға бекінді. Ашу-ызаға булыққан ақсүйек шонжарларының аранын басып, көңілін аулап, жылы сөзбен шығарып салды. Олар кеткеннен кейін тағы да ойға шомды. Алла Расулының Құрайыштарға ұнамайды екен деп дағуасынан бас тарта алмасы анық. Алланың әмірлері мен бұйрықтарын бұлжытпай орындауы тиіс. Күн санап иман мен күпірліктің ара-жігі ажырап, мүміндердің қатары толыға түсті. Арада біраз күн өткеннен кейін пайғамбарымызға тағы да уахи келді. Алла тағала бұл жолы да хақ дінге шақыруды жақын туыстарынан бастау керектігін ескертті. Осыған орай тағы да дастархан жайылып, қонақтар шақырылды. Келген меймандар Алла Расулының ақ дастарханынан дәм татқаннан кейін пайғамбарымыз тағы да сөз алып, шүбәсіз шынайы жол көрсетуші өз халқына өтірік айтпайды. Аллаға ант етемін, менің сендерге жалған айтуым әсте мүмкін емес. Уаллахи, Алладан басқа тәңір жоқ, күмәнсіз мен берісімен сендерге әрісі бүкіл адамзатқа жіберілген пайғамбармын. Аллаға ант етемін, тәтті ұйқыға батқандай бәріңде ертелі-кеш көз жұмасыңдар. Құдды ұйқыдан оянғандай қайта тірілесіңдер. Осы өмірде жасаған істеріңнің есебін арғы өмірде бересіңдер. Істеген жақсылықтарыңның қарымын көріп, жамандықтарыңның жазасын тартасыңдар. Амал қанша, ол жақта екі ғана таңдау бар, не мәңгілік жұмақ, не мәңгілік тозақ. Уаллахи, Әбдімүтәліп әулеті, менің сендерге дәріптегенімнен де асқан қайырлы һәм ізгі нәрсені сендерге ешкім әкелген емес. Мен сендерге осы дүние мен ақыреттің игілігін қатар ұсынып отырмын деп сөзін аяқтады. Пайғамбарымыз қайта-қайта ағайын туыстарының басын қосып, олардың бүгінгі және ертеңгі игілігі үшін қаншама насихат айтса да, оған құлақ салып тыңдаған адам көп болмады. Дегенмен пайғамбарымыздың ұсынысын Құрайыштардың құптауы немесе оған қарсы шығуы оны күтіп тұрған нұрлы болашақты өзгерте алмасы ақиқат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла қалағандықтан осы дағуаға барынша күш салып, өзіне жүктелген ұлы міндетті атқару жолында жан қиярлық танытты. Хақ дінге шақыру үшін берекелі дастархан әрдайым жайып, қонақ күтумен болды. Хадиша анамызды ас әзірлеп, меймандарға сый-сияпат көрсетуден еш шаршамады. Әзірет Әли мен Әзірет Зәйд де құт дарыған дастарханнан дәм татып, ізгіліктің ілімімен сусындар жандарды іздеуден тынбады. Осылайша бір кездері дәулетті асып тасқан Хадиша анамыздың дүние мүлкінің көбі осындай қонақасыларға жұмсалды. Күндердің күнінде Алла Расулы ағайын туысы мен жақын жолдастарын хақ дінге шақыру үшін кезекті дастарханын жайып, жұмсақ тілмен һәм көркем мінезбен үгіт насихатын жүргізіп жатқанда, әдеттегідей көкесі Әбу-Лахаб қарсы шығып, әй Әбдімүтәліптің әулеті, Аллаға ант етемін, бұл бізді кесапат жолға бастап отыр. Өзге жұрт құлақтанып дүрлікпей тұрғанда әулетіміздің сөз ұқпас
мына тентегін тыйып тастамасақ болмайды. Егер бұлай жалғаса берсе, түптің түбінде ел алдында қара бет боламыз. Оны қорғап қолдауға тырыссаңдар, онда бастарың өмір-бақи бәледен айырылмайды деп Қараспанды төндірді. Әбден әккі болып алған Әбулахап осындай арсыз арандатушы әрекеттерімен әркез немере інісінің жолынан кесе көлденең шығатын. Бұл жолы да соны ойлағанды. Алайда жиналған жұрт арасында оның бетін қайтарып тастай алатын ақылды кісілер де болды. Сондай жандардың бірі пайғамбарымыздың әпкесі әрі Әбулахаптың қарындасы Сафия бинт Әбдімүтәліп орнынан түрегеліп Әбулахапқа: немере інің бір пәлеге ұшыраса, сен одан не табасың? Аллаға ант етемін, талайдан бері ғалымдар Әбдімүтәліптің әулетінен бір нәбидің шығатынын айтып жүреді емес пе? Сол нәби міне алдыңда тұр деп сөйлей бастағаны сол еді. Әбулахап дереу араға килігіп: жоқ, бұлардың барлығы бос сөз. Әйелдердің сөзін тыңдау қашаннан ұят нәрсе. Ойланыңдар, Құрайшпен күллі араб тізе қосып біздерге қарсы шықса, оларға қандай күшпен тойтарыс бермекпіз? Уаллахи, сол кезде біз жел айдаған қаңбақтай елдің езгісінде қалатын боламыз деп байбалам салды. Міне тағы да Әбулахап бүйректен сирақ шығарып дастарханның шырқын бұзды. Көпшілік екі ойлы болып тарқасып бара жатқанда Әбутәліп өзіне тән байыпты үнімен: Аллаға ант етемін, көзіміз тірі тұрғанда Мұхаммедті қызғыштай қорғаймыз және өзгелердің өктемдік етуіне жол бермейміз деп аталы сөзін түйіндеді. Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам үшін әрбір жиын жаңа үмітке толы болса, дастархан басындағы әрбір бас қосу жүректерді жұмсартуға бағытталған жаңа белеске айналды. Пайғамбарымыз осындай бас қосулардың бірінде оларға былай деді: Уа Әбдімүтәліп әулеті, күмәнсіз Алла мені бүкіл адамзатқа пайғамбар етіп жіберді. Маған әуелі жақын туыстарыңды хақ жолыңа шақыр деп бұйырды. Мен сендерді тілге жеңіл болғанымен арғы дүниенің таразысында мизам ауыр басатын екі ауыз сөзге мойынсұнуға шақырамын. Алладан басқа құдай жоқ екеніне және менің оның расул екеніме куәлік етіңдер. Иә, адамзаттың асыл тәжі ардақты пайғамбарымыз өз жақындарын тозақ отынан құтқару үшін барын салып жанталасып бақса да, оның ет жақындары осынау жанашыр ниетін еш түсінбеді. Не істесе де сенімсіздікпен қарап, қарсылық танытумен болды. Дей тұрғанмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмітін үзбеді. Тынбай талмай хақты насихаттауын жалғастыра берді. Туыстарының жүрегі жұмсарып, хақты мойындайтын күнді күтті. Ол хақты уағыздауға ынтызар болғаны соншалық Алланы өзгелерге таныту жолында аш қалуға да, азап шегуге де әзір тұрды. Осы жолда қаншама күндер бойы нәр татпаған кездері де болды. Алланың ақиқатын мұқтаж жүректерге жеткізуде болмашы ағаттық кете қалса, өзін кінәлап қатты қайғырды. Оның адам баласын хақ жолына шақыруда жан қиярлық пен тер төгіп, сарқылмас қажыр қайрат жұмсағаны һәм ақиқатқа мойын сұнбаған жандардың болашағына алаңдап, мұңлы күй кешкені бертін келе исі мұсылман қауымына өнеге болу үшін Құран аяттарында көрініс тапты.